Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Асхабу суфа каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз Бақара сүресінің 238-248 аяттар аралығын асықпай, баяу, әрі тәжвидті түсіндіріп, мынандай деп сіздерге түсіндіре отырып, осы екі бетті, Бақара сүресінің екі бетін оқитын боламыз. Бисмиллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا дегенде міне фатха танвиннен кейін алиф келгені үшін мына жерде изхар болады, ашық оқимыз, ешқандай ғұнна жасамаймыз. Фарижалан болды, өтіп кете береміз. Мына жерде де айтпақшы, сүкінді нуннан кейін мына жерде ха харпі, яғни изхар әріптеріне ха келіп тұр, демек екеуінде ашық оқимыз. Фаиза аминтум. Фаиза деген кезде 4 алиф мөлшерінде созамыз. Фаиза аминтум фазкуруллаха كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. мына жерде аминтум деген кезде ихфа жасаймыз. Фаиза деген кезде мынаны 4 алиф созамыз, мына жерде төбесін. Сосын мына жерде изхар дедік, мына жерде де изхар дедік, екеуінің ортасында. Мынаның ортасында мимнің халдері деген тақырып бар ғой. Сүкінді мимнан кейін бір харекел мим келген үшін екеуін шадделі сияқты оқимыз, яғни ұстаймыз. Кама алламакум малам. Ұстаймыз ортасын. Мына жерде 3 харекетсіз әріп тұр. Біріншісі вау, одан кейін алиф, одан кейін бір алиф. 3 әріп харекетсіз болып тұр. Бірақтан үшеуі де оқылмайды. Ра әрпінен яқтағы Аллах сөзіндегі шаддалы ләм әрпіне өтіп кетеміз. Фазкуру Аллаха деп созбаймыз. Сразу өтіп кетеміз. Фазкуруллаха. Валлазина ютаваффауна. منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول бұл жерде, мына жерде фатхатан үйнен кейін ләм келген үшін бұл жерде әл-уасиятәл деп кетеміз, идғам билағына, яғни шадделі сияқты оқып кетеміз. Уасиятәл лиәзуәжихим, бірақ ұстамаймыз. Уасиятәл лиәзуәжихим. Бұл жерде де мимнің халдері, яғни сүкінді мимнен кейін мына жақта харекел бір мим келген үшін ортасын ұстаймыз, әрі шадделі сияқты қылып оқимыз. Ал мына жерде фатха танвиннен кейін алиф келген үшін бұл изхар болады. Ешқандай ешнәрсе жасамай, просто оқып кете береміз. Матаан иләл хаули. Гайра ихраж. Мына жерде джим әрпі бізде қалқалы әріптер болған үшін, тоқтау белгісіне тоқтағанымыз үшін қалқала қылып тоқтаймыз. Ихраж, гайра ихраж.
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فإن خرجنا سكون نونнан кейін исхар әріптеріне ха келген үшін ортасына ашық оқимыз. فإن خرجنا جيم әріпі сүкінді болған үшін қалқала болады. فلا جناح عليكم فيما فعلنا мына жерде фи әрпін 4 алиф мөлшерінде созамыз. мына жерде сүкін нуннан кейін фа келген үшін ихфа жасаймыз. фи анфусихинна мим ма'руф сүкін нуннан кейін мим келген үшін идғам мағалғуна ережесі бойынша ортасын ұстаймыз. мим ма'руф Wallahu азизун хаким. Азизун деген кезде дамма танвиннен кейін харпі келген үшін исхар әріптерінен ортасын ашық оқимыз. Wallahu азизун хаким. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين жерде дамма танвиннен кейін бәрбі келген үшін иқлап болады. Матаум деген дамма танвинді ашық оқымаймыз. деп ұстаймыз. Мимға айналдырып жібереміз. Матаум бил ма'руф. мына жерде фатха танвиннен кейін исхар әріптеріне айн келген үшін ортасын ашық оқимыз. Хаққан алал муттақин. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ал мына аятты талдайтын болсақ, ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم сүкінді нуннан кейін ихфа әріптерінен дәл келген үшін сүкінді нунды жасырып оқимыз. Min диярихим ғунналы етіп оқимыз. وهم ألوف мына жерде дамма танвиннен кейін исхар әріптерінен харпі келген үшін ортасына ашық оқимыз. Улуфун хазарал маут. мына жерде бізде мәдлим болып тұр. Мынау тоқтау белгісіне тоқтағанымыз үшін бізде вау мен яй сүкінді болып келетін болса, және де одан алдыңғы әріптің харекесі фатха болатын болса, жұмсартып тоқтайтын едік. Яғни ол ереженің аты мәдлин хазарал маут. вауды жұмсартып оқимыз. فقال لهم الله موتوا ثم شد الميم استلنады. أحياهم إن الله شد النون استلنады. لذو فضل كسرة تنوين إسخار әріптеріне عين келген үшін ашық оқимыз. فضل على الناس ولكن شد النون استلنады. أكثر الناس لا يشكرون.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا قفت sozamız fi'de de sozamız fi'de көп sozbay ketеді fi сабилиллахи ва'ламу ваудан айынға өтіп кетеміз. Сосын мимді 4 алиф мөлшерінде созамыз. Ва'ламу анналлаха шаддал нунды ұстаймыз. Самиун алим дамма танюнен кейін айын келген үшін ортасына оқимыз. Мән заллази юқридуллаха қардан حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Мән зәлләзи сүкінді нуннан кейін зәл әрпі келген үшін сүкінді нунды жасырып ғыннамен ихфа етіп жасырып оқимыз. Мән зәлләзи юқридуллаху қаф әрпі сүкінді болған үшін қалқала болады, яғни жаңғыртып оқимыз. Юқридуллаха қардан фатхатан үйнен кейін әрпі келген үшін ашық оқимыз. Файюдо'ифаху мына жерде дамир созылады. Мына жерде лаху деген кезде өзінен алдыңғы әріптің харекесі болған үшін созылады. Және төбесінен қызыл ирелек сызық тұрған үшін 4 алиф мөлшерінде созамыз. Ад'афан кафира фатхатан үйнен кейін каф келген үшін ғуннамен фатхатан үйінді жасырып оқимыз. Ад'афан деп ұстаймыз. Ад'афан кафира валлаху яқбиду ويبسط. Мына жерде ويبسط деген жерде соттың астында син де тұр. Яғни біз сотпен де синмен де оқи аламыз деген сөз. Бірақтан біздің қырағатымызда синмен оқимыз. ويبسط. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Мынау аятты басынан бастап талдасақ, әлем тара иләл мәләи мим бәни сүкінді нуннан кейін бәрі келген үшін иқлап болады, яғни нунды оқымаймыз. Мим, оны мимға айналдырып жібереміз. Мим бәни. Сосын мынау қызыл ирелек сызық тұрған үшін нунды да мына жердегі роны да 4 секундтай созамыз. Сосын мына жерде де дәл сондай иқлап болады. Мим бәди Муса. Мына жерде кәсіра тәнвиннен лам келген үшін идғам билағына болады. Линабийиллахум лаху муб'ас неға қосып жібереміз. Лана маликан нуқатил.
фатхатан үйнен нун әрпі келген үшін идғамға қалғына болады, ортасын ұстаймыз. Фи сабилилlah. Қала хәл асайтум ин кутиба. Сүкін нуннан кейін каф келген үшін ихфа жасаймыз, нунды ғуннамен ұстаймыз. Ин кутиба алла туқатилу қалу ва ма лана. Мына жерде ирелек сызықтың барлығында 4 секунд мөлшерінде, яғни 4 алиф мөлшерінде созамыз. Алла нуқатила фи сабилиллахи ва қада. Міне мынау қалқала. Дәл әрпі сүкінмен келетін болса, уақады, ухриджі, на екеуде қалқала. Мин диярина. Сүкінді нуннан кейін дәл әріп келген үшін ихфа болады. Нунды ғуннамен ұстаймыз. Уа абнаина бәрбі. Сүкінді болған үшін бұл да қалқала. Аламма кутиба алейхимул қиталу тауаллау илля қалилам минхум. Фатхатан енеке мим келген үшін идғамға қалғына болады. Wallahu алимум биззалимин. Дамматан үйнен бә келген үшін дамматан үйнді мимге айналдырып жібереміз. Алимун, немес та, деп оқимыз. Алимум биззалимин. Ва қала лахум набиюхум инналлаха қад ба'аса лакум талута малика. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث. نجرده دال әрпі сүкінді болған үшін قد қалқалы жасаймыз. قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا نجرده лам әрпі үстінде ерелі қызылсыз тұрған үшін оны 4 алиф мөлшерінде созамыз. Анна якуну лахул мульку алейна ва нахну ахақу бил мульки минху. Мына жерде ху әрпі дамир созылмайды, себебі өзінен алдыңғы әріптің харекесі сүкін болып тұр. Бұны көбісі қателеседі. Минху деп созып жібереді, созбаймыз. Минху өтіп кетеміз. Уалам юта саатам. Мына жерде фатхатан үйнеке мим келген үшін идғамға қалғына болады. Саатам там деп ұстаймыз ортасын. Саатам минал мал. Қала инналлаха астафаху алейкум уазадаху. Ал мына жерде дамир созылады, себебі өзінен алдын қарып дәлдің харекесі бар, сол үшін задаху деп созамыз. Бәстотан фатхатан үйнен кейін фәрпі келген үшін ихфа болады. Мынаны ән деген тәнвинді ғуннамен жасырып оқимыз. Бәстотан фил илми вәл джисм. Wallahu юти мулкаху. Дамир созылады. Май яша. Сүкіннен кейін яй келген үшін идғамға қалғына май яша. Нунды жаңағыдай ғунналаймыздағыны жасырып оқимыз. Май яша. Wallahu васиун. Дамматан үйнеге айын келген үшін исқар әріптерден бұны ортасын ашық оқимыз, ұстамаймыз. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما
مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Соңғы аятымызды талдап жіберейік. وقال لهم نبيهم إن нун шаддалы болған үшін ұстаймыз. Аята мулкихи наны 4 алиф мөлшерінде созамыз. Айятиякум сүкінді нуна ки яй келген үшін ай деп ұстаймыз. Идғам мағалғына нунды яйға айналдырып жүреміз. Хи созылмайды, себебі алдыңғы әріптің харекесі жоқ. Сакинатум мына жерде дамма тәнуинеге мим келген үшін деп ұстаймыз. Идғам мағалғына болады. Сакинатум мына жерде сүкін нуннан кейін яқта ро келген үшін мир роббикум идғам билағына болады. وبقية نجردد إدغام غلقنا ترك آل موسى وآل هارون تحمل كل ملائكة إن شدل نستند في ذلك لآية لكم نجردي فتحة يونيكي لام جرجشن إدغام بلاغنا بلاد نجردي يخفى بلاد إن كنتم نجردي ميمن خالدر يعني سكن ميمن كي خارج البر ميم جلسي يكون شدل يتب شدل سيخ تغلب استيمس شدل سيخ تغلب وخيمس إن كنتم مؤمنين